Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз апта соңындағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бұл біздің 70-ші видеомыз талдау бойынша. Осының алдында біз 69 видеоны YouTube арнаға салып қойған болатынбыз. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде көріп шығыңыздар. Құрметті достар, видео басталмас бұрын осы видеоға лайк басып кетейік, комментарий жазып кетейік, және достарыңызға, WhatsApp группаларға барлығына таратайық, құрметті достар. Сіздердің басылған әрбір лайктарыңыз каналдың дамуына үлкен үлес қосады. Өйткені мына видеоға мысалға жақсы, прям көп лайк басылса, бұл видео YouTube арнада осындай форматтағы видеоларды іздеп жүрген адамдарға шығатын болады. Сонда біз бірге дамимыз, басқа адамдар да көретін болады, басқа адамдар да права алатын болады бұйырса. Давайте барлығымыз лайк басып кетейік, комментарий жазып кетейік. Ал ендеше тестімізді бастайық. Бірінші сұрақ. Жүргізушілердің қайсы автомагистралда тоқтап тұру ережесін бұзды? Мінекей екі көлік құралы. Бізде бұл жағдайда екеуі де бұзды. Автомагистралда бізде тоқтап тұруға болмайды, тек жеке тұруға арналған орындарда ғана рұқсат етіледі. Демалуға арналған орындарда дегендей. 2. Бұл жол белгісі жүргізушілерді не туралы ескертеді? Так, тәрізі қиылыста немесе жол тарамдарындағы қозғалыстың бағыттары туралы және жол жөнделетін учаскелерін айналып өту бағыттар туралы. Тәрізі қиылыста немесе жеке тарамдарындағы қозғалыстың бағыт туралы дейді. Жолдың жөнделетін учаскелерін айналып өту бағыттар туралы дейді. Так, қай жауап бізде дұрыс? В варианты деп ойлаймын. Бізде загрузка болып жатыр. Келесі сұрақ 3. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып өтуге рұқсат етіледі ме? Так, бұл жағдайда бізде уже пойызға жақындап қалған дегенді білдіреді. Тыйым салынады. Өйткені бұл жол белгісі бізде уже 50 метр, кемінде 50 метр қашықтықта орналасады. Ал өзіңіз білетіндей, егер де жол белгісі осындай темір жол өткеліне жақындаған кезде 100 метрден көп болуы керек басып өту үшін. Ал бұл жағдайда 50 метр, бұл енді болмайды. Данный дорожный знак указывает, что до железнодорожного переезда минимум 50 метров, максимум 100 метров. Обгон запрещен на железнодорожном переезде и ближе 100 метров перед ним. Робот мырза жақсы әңгіме айтып кетті. Түсініп алдыңыздар деген ойдамын. Келесі сұраққа өтеміз. Өтпей жатыр бізде. 4. Мотоцикл жүргізушісіне осы маневрді орындап, ережелерді бұзды ма дейді? Әрине, екі сплошной линияны кесіп кетті, қараңыздар. Жол таңбаны кесіп өтіп бұзды. 5. Қандай белгілер жолдың тек сол жағында орнатылады? Сол жағында. 2 мен 4 оң жағында. Бұл логично, құрметті достар. Қараңыздар. Бұлай белгіге қарайтын болса уже белгілі. Бізде дұрыс жауап 1 мен 3. Сол жағында деп тұр. 2 мен 4 ол оң жағында. 6. Тоқтағаннан кейін жүре бастаған автомобиль жанынан жүріп өткен кезде сізге жылдамдықты азайту және жеткілікті қауіпсіз берілуге аралықты қамтамасыз ету ұсынылады. Сол жылдамдықпен жүру жалғастыру ұсынылады. Өйткені сіз жүріп өту басымдығына құқығына иесіз. Жоқ, бізде А варианты дұрыс. Берілік аралықта қамтамасыз ету ұсынылады. 7. Велосипедтер мен мопедтерге жаяу жүргіншілер өткенде жүруге рұқсат етіледі. Әрине, тыйым салынады. 8. Егер сіздің жүру жолыңызда терең шалшық болса, одан өту үшін сізге жоғары жылдамдықпен және төмен белгіспен өту ұсынылады. А варианты дұрыс бізде. Бірінші вариантты оқып отырып дұрыс жауап тауып алдық. 9. Өрге көтерілген кезде тұрақ тежегішін өшіру. Так, өрге көтерілдіңіз, тұрақ тежегіші. Ол бізде өзіңіз білетіндей
тұрақ тежегіші ол бізде ручник, енді ол жүріс басталғаннан кейін ұсынылады ма, жүріс басталғанға дейін ұсынылады ма, жүріс басталғанда бір уақытта ұсынылады ма? Бір уақытта, бір уақытта, құрметті достар. Оның алғашқы көмек көрсету кезінде дәрі-дәрмек беруге болады ма дейді. Болмайды. Біз өйткені маман емеспіз ол дәрі-дәрмекті беретін. Сондықтан оны жеке мамандар ғана береді. Оңға бұрылған кезде жүргізуші міндетті. Әрине, бұл жағдайда оқымай-ақ түсініп тұрсыздар ғой, маған жол бере ме деп, бермей ме деп тұр ғой. Әрине береді адамдарға, өйткені ол өтіп барадыр. Және жаяу жүргіншілер өткелі орналасқан, сондықтан жол береді. Оның қозғалыс бағыты бойынша өтіп бара жатқан жаяу жүргіншілерге жол беріп, оңға бұрылуға. Әрине, В варианты бізде дұрыс. 12. Сіздің қандай әрекеттеріңіз автомобильдің ауытқуына тудыруға әкеп соқтыруы мүмкін? Күрт жылдамдықты арттыру және күрт тежеуге. С варианты. 13. Іштің ашық жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Мәссаған. Уже 12 сұраққа дұрыс жауап беріп келатырмын. Мына бәрін оқиыншы, құрметті достар, қатесін тауып алайын сөзден ұстап қаламын да қазір. Егер жарақатталған аймақта ішкі мүшелер көрініп тұрса, оның дымқылданған таза матамен, кейін полиэтиленмен жабу керек. Содан соң қатты қыспай жалпақтанғышпен орау керек. Ішкі мүшелерді қолмен ұстамаңыз, жедел жәрдем шақырыңыз дейді. Өте дұрыс, мен В вариантын былай оқып шықтым. Егер жарақатталған аймақта ішкі мүшелер көрініп тұрса, жедел жәрдем шақырып, қолмен ішкі мүшелер орнына келтіріп, зарарсыздандырған таңғышпен үстін жабу керек. Егер зардап шегуші ішкі мүшелерді ұстамаймыз ғой, по идее. А варианты бізде дұрыс. Көрдіңіздер ме? Осылай сөзден ұстап аласыздар да. Дұрыс емес жауаптарды лақтырып тастап отырасыздар. Соның дұрыс жауаптарын тауып аласыздар. Көрсетілетін белгілердің қайсы бірнеше белгінің бір уақытқа әрекет ету аймағында аяқталғанын білдіреді. 4, 4. Д варианты бізде дұрыс. Дорожный знак 4 зоны всех ограничений обозначает конец зоны действия одновременно нескольких ограничений. О 5. Осы жол белгісі нені білдіреді? Бұл бізде автомагистралдың аяқталуы. 16. Дөңгелектерді толық блоктаумен тежеу жолының ұзындығына тежеу қалай әсер етеді? Тежеу жолын азайтады. 15 сұраққа дұрыс жауап беріп келе жатып, 16 сұрақтан бізде қате жауап шықты. Мына сұрақты скрин жасап аласыздар ма, жазып аласыздар ма, өздеріңіз біліңіздер. Білмейтіндеріңіз болса. 17. Жол көлік оқиғасы бұл дейді. Давайте оқымай-ақ қояйын, миларыңызды ашытып, А вариант таңдай салдым, дұрыс жауап деп. Сіздер ең бастысы көзбен жаттап отырыңыздар. Мен кішкене ұстай тұрайын, 3 секундтай. Скрин жасап алыңыздар, пауза қойып алыңыздар. Все, кеттік келесі сұраққа. 18. Берілген жол белгісі нені хабарлайды? Бұл бізде оң жағынан белгі кейін тура. Кешіріңіздер, 100 метрде орналасады дейді. Пункт бұрылыстан 100 метрде оң жақ іргелісте. А вариант дұрыс. 19. Жүргізушілердің қайсы қиылыстан өту ережелерін бұзды? Бұл бізде тең мағыналы жолдардың қиылысу белгісі. Және кім жол беру керек еді? Көк автокөлік жол беру керек еді. Ережені бұзған көк автокөлік жүргізушісі. Оң жағынан келе жатқан көлікке жол берген жоқ өйткені. Установлен знак пересечения равнозначных дорог. На равнозначных перекрестках мы уступаем транспортным средствам, приближающимся справа. Помеха справа. Өте дұрыс әңгіме айтып кетті. Түсініп алыңыздар. Қай белгі тең мағыналы жолдардың қиылысуы деп аталады? Жаңа ғана түсіндірдім, тең мағыналы жолдардың қиылысуы мінекей. Осы 5. Вариант. Жаңа шықты осының алдындағы сұрақта. Дорожный знак 5 называется пересечение равнозначных дорог. Мәссаған. 21. Зардап шегушінің қолындағы жарақатынан шына сынаға шығып тұрса, осы жағдайда не істеу керексіз?
С варианты әдемі түсіндіріп тұр, әдемілеп. 22. Капиллярлы қан кету қалай сипатталады? Бұл бізде біркелкі ағады, күттай-күттайдан. 23. Төменде аталғандардың қай түрін күйік кезінде қолданса болады? Бізде бөлме температурасындағы суды пайдаланамыз күйікке. 24. Қандай жағдайларда кері бұрылу үшін трамвай жолдарына түсуге рұқсат етіледі? Так. Вариант тұрса бізде жол жөнекей бағыттағы трамвай жолдарында және егер олар жүргізушінің сол жағында орналасса. Дұрыс жауап. Келесі, көп ойланып қалды. Өрдің соңына дейін аяқталған жағдайда тракторды жолдың өрге шығу жолында басып озуға рұқсат етіледі ме? Так, өрге шығу. Рұқсат. Ешкім тыйым салмайды сізге, смело басып оза беріңіздер. Разрешен обгон трактора на подъеме дороги при условии, что он будет завершен до конца подъема. 26. Несінен тану кезінде алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Арқасына жатқызып, аяқты 20-30 см көтеріп, таза ауамен қамтамасыз ету қажет. Салқын жерге алып бару, жатқызып, басын жүрек аймағын суық затпен басып, суық су ішкізу. Жатқызып, жылытып, ыстық сусын ішкізу. Білмеймін, А варианты мен татып тұр дұрыс жауапқа. 27. Маршруттық көлік құралдарының қозғалысы қандай бағыттарда рұқсат етіледі? Тура, оңға рұқсат етіледі. С варианты. Бағдаршамда білмесеңіздер, түсінбесеңіздер, менде YouTube арнада бағдаршамдар деген видео бар. Сол видеороликті міндетті түрде қарап шығыңыздар, құрметті достар. 28. Жалпы дененің қатты болуы, терінің мәрмәр түстес болуы, жүрек соғысы мен тыныс алудың баяулауы, бұл белгілер қандай жағдайға байланысты? Тоңазу. 29. Осы жағдайда жарқылдау маяғы қосылған автокөлікке кері бұруға рұқсат па? Рұқсат етіледі. Бұндай жол жөндейтін көлік құралдары, осындай сары немесе қызғылт сары түсті қосылған жарқылдау маяғы бар көлік құралдары құрылыс немесе жөндеу жұмыстарын орындап жолды таңба талаптармен бас тартуы мүмкін дейді. Яғни олар жолды жөндеп жүр, олар жұмыс істеп жүр, оларға рұқсат етіледі осындай бұрылуға. Мінекей анықтамада жазылған. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета могут отступать от требований дорожной разметки, выполняя дорожные, строительные или ремонтные работы. 30. Осы жол белгісі 5.33 жүргізушіні не туралы хабарландырады? Бұл бізде С варианты тұрса, жүргізуші бағдаршамның реттеушінің тыйым салатын сигналы қосылғанда тоқтайтын орынды білдіреді. Құрметті достар, С варианты бізде дұрыс жауапты беріп тұр ғой, шайнап беріп тұр ғой, Осындай көп сұрақтар осы сияқты оңай анимациялы сұрақтар. Менің бізде сатымда болып жатқан тест сұрақтарды дәл осындай 100% сәйкес келеді. Осындай анимациялық сұрақтар осы pdd.test.kz сайты. Мен осы сайтпен серіктестікке отырдым. Егер де тест сұрақтарын алам деушілер болса, WhatsApp-қа жазыңыздар, мен комментарияда бекітіп қойдым. Оңай, құрметті достар, самое главное, күнде дайындалу керек. Так, келесі сұраққа өтпей жатыр бізде. Жау жасыл болып тұрған күшті ғой, бір ғана қызыл тұрнақта. Так, қайтадан басайық. Жауабымыз қабылдамай қалған. Так. Келесі. Елді мекенде аялдамадан жүрісін бастап жатқан автобусқа жол бересіз бе? Елді мекенде деп тұр, сондықтан жол береміз. А варианты дұрыс бізде. Келесі сұрақ. 32. Тақтайшада көрсетілетін әдіспен тұраққа қоюға болады. Тек жеңіл автокөліктер мен мотоциклдерге, кез келген автокөлікке рұқсат етілетін ең жоғары массасы 3,5 тоннадан асатын жүк көліктеріне, басқа барлық көліктерге. 3,5 тонна асатын жүк көліктерінен басқа көліктерге дейді. Басқа барлық көліктерге. Так.
Қате жауап. Бұндай парковкамен тек жеңіл автокөлік пен мотоциклдерге ғана рұқсат етіледі екен. 33. Тығыз көлік легінде жүру кезінде сізге қандай жылдамдықпен анағұрлым қауіпсіздікті қамтамасыз етеді? Лектің орташа жылдамдығына тең дейді. Мынаны кейін өзім оқып алармын, немесе сіздер де оқып алыңыздар, скрин жасап алыңыздар. Мына сұрақты түсіну мақсатында да 34. Жеткіліксіз немесе шектеулі көріну жағдайларында жылдамдықты қалай таңдау қажет? Көріну ара қашықтығы төмен, аялдама жолы көріну қашықтығынан аз болуы керек дейді. 35. Жол белгілерінен кейін аялдауға рұқсат етіледі ме? Жоқ, тыйым салынады. 36. Автомобиль алдыңғы дөңгелектерінің шиналарындағы ауа қысымы төмен болса, неге әкеп соқтырады? Автомобильдің басқаруында қиындау болады. С варианты бізде дұрыс. 37. Сізге топырақты жолдағы қалың қармен қалай жүру қажет? А варианты дұрыс деп ойлаймын. Так. Интернет желісі сол баяғы. Так, қате жауап. Бізде алдын ала таңдалған төмен беріліспен күрт бұрылмай және тоқтамай алдын ала таңдалған дейді. 38. Келесі сұраққа өтпей жатыр. Бүгін біз тесттен өте аламыз ба? Жалғастырамыз. Жүрек соғуы тоқтаған кезде не істеу керек? Мамандар шақыру жүрекке тікелей емес массаж бен өкпеге жасанды тыныс беруді жасау. 32. Осы жол белгісі нені білдіреді? Бұл бізде көлік құралдарының кіруіне тыйым салынады белгісі. Соңғы сұраққа келіп қалдық. 40. Бұл жағдайда жүргізушіге кері бұрылуға рұқсат етіледі ме? Бұл белгі бізде барлық аймақтар шектеу аймағына бағынбайды, келесі қиылысқа дейін жүзеге асатын болады. Сондықтан тыйым салынады. Действие знака 4.1.1 «Движение прямо» распространяется до следующего за ним перекрестка. Дорожный знак «Конец зоны всех ограничений» снимают ограничения только запрещающих знаков. Тыйым салатын белгілердің ғана күшін жоя алады. Ал бұл белгісіне күші жетпейді дейінші. Ал құрметті достар, біз 35-те 40 жинадық бүгін. Өте жақсы емес, нормально, бірақ жақсы нәтижеге жеттік. 35-те 40, сіздерге де осындай нәтижені тілеймін, бұдан да жақсы нәтижелер тілейтін боламын. Бұйырса өздеріңіздің праволарыңызды алуларыңызға тілектеспін. Және де егер де тест сұрақтарын теориядан өту үшін автосондағы мен сіздерге жеңіл вариант ұсынам, бұл pddtest.kz сайтымен дайындалу. Бұдан асқан жеңіл вариант жоқ. Өздеріңіз кітап алып оқисыздар ма, базардан 5 теңге сатып алып, ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Жауапкершілікті тек өздеріңіз ғана алатын боласыздар. Бірақ егер де өздеріңіздің білімдеріңізге ақша құятын болсаңыздар, тесттен тез әрі жылдам, оңай, уақыттарыңызды, энергияларыңызды, күштеріңізді үнемдеп өткілеріңіз келсе, онда pddtest.kz сайтынан тест сұрақтарын алуларыңыз керек. Және де бұл тест сұрақтары бұл сайттағы тест сұрақтарының бағасы сіздерге қалай айтсам болады, тест сұрақтарының бағасы сіздерге қымбатырақ болуы мүмкін, бірақ мен еш қорықпаңыздар, бұл сайт кәдімгі оригинал. Сіздердің автосондағы тесттеріңізден өтуге орасан зор көмек көрсететін болады. Және бұл тест сұрақтарына егер менен алатын болсаңыздар, маған WhatsApp номерге жазатын болсаңыздар, Бекболат, мен тест сұрақтарын алайын деп едім деп жазсаңыздар, мен сіздерге акция жасап беретін боламын. Алу үшін комментарияда WhatsApp номер бекітілген. Давайте барлығымыз тезірек тест сұрақтарын алып, теорияға дайындалайық. Бұйырса правомызды алайық. Ендеше сау болыңыздар, құрметті достар.